сабағымызды бастамас бұрын психология ықпал жасау керек. Денемізді шынықтырып алайық. Иә, кәне бәріміз орнымыздан тұрайық. Кәне, 1, 2, 3. Қарлығаш болып ұшайық, соғай болып қонайық, сауысқан болып секіріп, орнымызға қонайық. Балалар, бәріміздер жүрдей, кәне қолымызды қойайық, сабағымызды бастаймыз. Балалар, барлығымыз ана тілі дәптер кітабымызды ашайық. Кешегі сабақта біз өткенді қайталауды қайталаймыз. Жаңа сабағымыз бастамас бұрын өткенді қайталап алайық. Балалар, берілген сөздерді өтірік өлеңді құрастыр дейді. Мен ақынмын ойынын ойнаймыз. Мен ақынмын өлеңді жалғастырамыз деп көмектен орнап тұрған сөздерді. Мысалға сіздердің мына керекті сөздер берілген. Мініп ал, жұмысқа, құмысқа дейді. Енді баласы неше көресіңдер? Осы берілген өлеңнің есіне алып тапқымыз керек. Жалғасын табуымыз керек. Енді қазір мынаны оқып беремін. Бар екен бір жорғалауға тұрмыста, ерттеп оны жетіп алдым дейді. Енді мындағы сөздерді құрастырып, кім тез айтылады ішімізден. Нақты оқимыз, не жазып тұрғанын, керекті сөздерді қойып, мына жерде оқуымыз керек. Мына бар екен бір дегенге не қойса болады? Бар екен бір. Не бар мына жерде? Бар екен бір кім? Құмысқа, жорғалауға тым ұстайық. Келесі ерттеп оны мініп ап, жетіп алдым жұмысқа. Жарайсыңдар. Сонда қандай шықты екен? Бар екен бір құмысқа, жорғалауға тым ұста. Ерттеп оны мініп ап, жетіп алдым жұмысқа. Өте жарайсыңдар балалар, керемет. Үй тапсырмасы түсінікті ғой. Балалар, кім беріп тұр мына жерде? Құмысқа. Ол не құмысқа дегеніміз? Жәндік, ол жәндік, құмысқа. Енді балалар, бүгін біз өтетін тақырыбымыз қандай мағынада болады екен? Құмысқа туралы болады екен, жарайсыңдар. Ал балалар, жаңа өткен тақырыпты біз қайталадық. Енді ана тілі кітабымызде 32-ші сабақ әліпби өрмекші құмырсқа қарлығаш деген тақырыпты ашамыз. Нешінші бет екен? 47-ші бетті аштық па бәріміз? Аштық, балалар. Бүгін біз өрмекші құмырсқа қарлығаш туралы несеміз сабақ өтеміз. Енді балалар, бүгінгі біз сабағымызда көптеген қызықты ертегілермен танысады екенбіз. Енді балалар, қазір біз оқулықпен түртіп алу әдісі арқылы бірінші жаттығуды қарайық. Бірінші меселдерге оны мәнерлеп оқып берейін. Құмырсқа өрмекші қарлығашты. Енді бәріміз қараймыз кітапқа, 47-ші беттегі кітапқа қараймыз. Қараңдар, сонда атасы осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен дейді. Атасы 10 жасар баласымен даладан келе жатты. Ол баласынан сұрады: анау өрмекші не істеп жүр? Өрмек соғып жүр. Анау құмырсқаны көремісің? Аузында нанның қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар дейді. Бұл бізге бұл өлеңді Ыбырай Алтынсарин атамыз десеген екен, жазған екен. Енді балалар қараңдар. Бізде бұл жерде десеген орында істеп кеткен. Ауысып кеткен, Бізде ауысқан мәтін істеуіміз керек. Орнына қоюымыз керек, Орнымызға қойып, оны мәнерлеп оқуымыз керек. Енді мәнерлеп оқып бердім, Мен бірақ ол оқыған өлеңді естедім, дұрыс емесін оқыдым, Енді дұрысын кім оқып береді екен? Кәне мәнерлеп? Әлдет оқып береді екен, Кел әлдет ортаға шығара қой. Кітабыңды ал. Не істейміз? Өлеңнің өзін қоямыз, оқи қой. Дауысын шығарып, әдемілеп оқы. Балалар тыңдаймыз.
Балалар көрдіңдер ме? Мадет бізге дұрыс нұсқасын естеді, оқып берді, иә? Кәне отыра қояды. Келесі сұрақ қояйық, иә? Атасы баласынан нені сұрады? Өрмекші не істеп жүр деп, құмырсқа не істеп жүр деп, қарлығаш не істеп жүр деп, не істеді? Сұрады, иә? Ал келесі бала оған не деп жауап берді? Өрмекші өзінің өрнегін құрып жүр, иә? Келесі қарлығаш өзіне, құмырсқа өзіне не істеп жүр? Азық тауып жүр, иә? Енді балалар, бұл өлеңді кім жазған деді? Ыбырай Алтынсарин, иә? Ал жақсы. Балалар, жаңағы оқыған өлеңіміз кім жазған екен? Ыбырай Алтынсарин атамыз, иә? Кім екен? Ыбырай Алтынсарин қазақ даласының жарық жұлдызы дейді, иә? 1841-1879 жылдар аралығында істеген өмір сүрген, иә? Бұл кісі «Кет балалар оқық» деген кітабы өте әйгілі болған, иә? Енді балалар, бүгін біз оның қандай өлеңін оқыдық? Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш деген несін өлеңін оқыдық, иә? Көрдіңдер ме? Атамыз бізге көптеген балалар әдебиетін, балалар оқулығын істеген шығарған, иә? Сол аталарымызды ұмытпай, әр бізге берген мәтінге көптеген мұғалімдер, ақындар не істеген? Жазған, иә? Ал балалар, енді не істейміз? Дәптермен жұмыс, иә? Дәптерімізді ашайымыз, иә? Дәптерімізді ашайық. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді аштық па? Не істейміз? Үй жұмысынан бара қойған жерде бір жол тастаймыз, иә? 2 саусақ қойып, бүгінгі күнді жазамыз, иә? Мамырдың 21-і сынып жұмысы деп жазамыз, иә? Бір жол тастап, 2 саусақ қойып, мамырдың 21-і сынып жұмысы деп не істейміз? Жазамыз, иә? Ал балалар, мамырдың 21-і деп жаздық па? Жұмысы. Енді балалар білеміз, иә? Біз көркем жазу жазамыз, иә? Қандай әріп өттік қой? Ч деген әріп па? Х деген әріп, иә? Х, қаһарман деген сөз келетін әріп, иә? Балалар, мынау бізде Х деген әріп қандай? Баспа түрі, мынау жазба түрі, иә? Енді сендер десесіңдер, осы жазба түрін дәптерімізге көркем жазу дәптерін істейміз? Жазамыз, иә? Дәптерімізді ашамыз. Апай кішкентай. Иә, Х әріпі тек кіші әріптен ғана жазылады екен, иә? Оның үлкен әріпі жоқ. Сондықтан балалар Х әріпін несіп жазып, не істейміз оны? Толтырамыз, иә? Көркем жазуға Х әріпін не істейміз? Жазамыз. Дәптерімізді не істейміз? Бір саусағымызды қойып, Х әріпінің көркем жазуын не істейміз? Жазамыз, иә? Көрдіңдер ме? Сызықша қойып, Х әріпін. Оны біз не істегенбіз? Әліппе сабағында өткенбіз, иә? Енді Х-дан келетін қандай сөз бар? Қаһарман. Келесі жолына не жазамыз? Қаһарман деп не істейміз? Жазамыз. Қаһарман. Осыларды жазып, не істейміз? Толтырамыз, иә? Қаһарман деген сөзді жазып, балалар, толтырамыз. Ал балалар, енді кітабымызде 48-ші бетке қарасаңдар, екінші жаттығу тұр, иә? Екінші жаттығуға қарасаңдар, жаңылтпашты тыңдайды, оқып тілдерін жаттықтырады, содан кейін көшіріп жазады дейді. Жаңылтпаш тұр ма балалар екінші жаттығуда? Иә. Қандай жаңылтпаш тұр екен? Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала дейді. Кәне бәріміз өзіміз ішімізден тез-тез оқып алайық. Кәне кітаптарын екінші жаттығуды оқыңдар. Не деп жазылып тұр? Екінші жаттығу. 48-ші беттегі екінші жаттығуды ашамыз. 48-ші беттегі екінші жаттығуда. Кәне, Баян оқышы. Кәне, бәрін оқып білейікші. 1, 2, 3. Ұғымпаз бала болар дана, ұғымсыз бала қалар шала дейді, иә балалар? Десе көреккен бұны енді дәптерімізге көшіріп жазып алуымыз кереккен, иә? Бәріміз көркем жазудан кейін бір жол тастап, не істейміз? Қайшаншы жаттығу деп жазамыз? Екінші жаттығу деп жазып, оның астына не істейміз? Жаңылтпашты көшіріп жазамыз, иә балалар? Кәне? Жаңылтпаш. Иә.
бір жол тастап, екінші жаттығуда 48 беттегі екінші жаттығуды бала не істейміз? Жазамыз. Жарайсыңдар. Өте тамаша. Өте тамаша. Бір жол тастап. Ал балалар, жаңағы тапсырманы орындап болдық, екінші жаттығуды жазып болса, енді бәріміз не істейміз? Топпен жұмыс жасаймыз. Қазір мен сендерге не берем? Қарасаңдар, құстардың ұясын әліпби ретімен тауып бензермен көрсетесіздер. Мынау бізде не? Құстардың ұясы. Неше құстың ұясы бар екен? 6 құстың ұясы бар екен. Міне сауысқан, аққу, торғай, қарға, көгершін, бүркіт. Бұлардың барлығы нелер? Құстар. Осы құстар не істеуіміз керек? Ұяларына кіргізуіміз керек. Сондықтан не істейміз? Не ретімен дейді? Не ретімен дейді? Әліпби ретімен не істейміз? Ұяшықтарға орналастырамыз. Сондықтан бірінші әріп бізде қандай әріп? Әліпби бойынша бірінші әріп қандай әріп бізде? Сол сияқты әріптерді не істейміз? Рет-ретімен белгілеп қоямыз. Не істейміз оны? Мынандай қолымызға ручкамызды аламыз, қаламымызды алып, мысалға бірінші не істейміз? А деген әріп қандай не құс тұр? Аққу. Сөйтіп бір-бірлеріне ұяшықтарды бүйтіп ұяларына не істейсіңдер? Құстарды қондырасыңдар. Міне құмырсқа тобына барлықтан бірге жұмыс істейміз. Барлықтарыңызды бірдей. Келесі қарлығаш тобына, келесі өрмекші тобына, келесі бүркіт тобына. Барлықтары осылардың ұяларына не істейсіңдер? Қондырасыңдар. Бірінші аққу. Санаңдар, қандай? 42 әріп бар балалар. Сол 42 әріптің қанша әріпі жазылған? 6 әріпі жазылған. Соны ұяшықтарға орналастырасыңдар. Жарайсыңдар. Ал балалар, аяқтадық па? Аяқтаған топ не істейміз? Қолдарымызды көтеріп отырамыз. Бірінші топ аяқтапты, екінші топ аяқтапты. Қалған топтар әлі аяқтамаған екен. Әлі кірмей жатырмыз, балалар. Кәне, біріншімізде құмырсқа тобы бітті. Құмырсқа тобынан шақырайық. Әділет пен Анелді топқа ортаға шақырайық. Қағаздарыңды алып шығыңдар. Не істейді? Әділет ұстап тұрады. Анел не істейді? Көрсетеді. Неше ұя бар бізде? 6 ұя бар. Қанша құс бар? 6 құс бар. Енді ол 6 құсты біз не істейміз? Ұясына көшіремізде балалар көшталамыз. Кәне, біріншімізде қандай болды? Бірінші ұяда. Айта бер. Бірінші ұяда не болды? Аққу болды бірінші ұяда. Келесі екінші ұяда? Бүркіт. Үшінші ұяда? Үшінші ұяда не кім болды? Үшінші ұяда бізде кім тұр? Қарға тұр екен. Келесі төртінші ұяда? Қара. Төртінші ұяда не тұр? Көгершін тұр. Бесінші ұяда сауысқан тұр. Алтыншы ұяда торғай тұр екен. Балалар дұрыс па? Бір қатесі бар екен. Бізде Қ әріпі үшінші тұр екен. Ол болмайды. Қының алдында қандай әріп бар? К деген әріп бар. Бұларда бір ғана қате болған екен. Ал балалар орындадық. Енді осы тексерейік. Қараңдар балалар. Бізде бірінші ұяшықта қандай әріп тұр екен? Аққу. Екіншіде бүркіт. Үшіншіде көгершін. Төртіншіде қарға. Бесіншіде сауысқан. Алтыншыда торғай тұр екен. Сонда құмырсқа тобында бір қатесі бар екен. Келесі қарлығаш тобында 2 қате бар екен. Өрмекші тобы тек қана екеуін ғана жасаған екен. Ал бүркіт тобы
де қателері бар екен, бірақ сонда да балалар жарайсыздар. Өте тамаша, Кәне бірімізге қол шапалақ ұрайық. Өте керемет жарайсыздар. Ал балалар, жаңа ұяшықтарды орналастырдық, Енді қараңдар, мына жерде бізде аққу, бүркіт, көгершін, қарға, сауысқан, торғай деген сөздер қалған екен, Қазір ана тіл дәптерімізді ашып, үшінші жаттығу деп жазып, есеміз осы сөздерді дәптерімізге көшіріп аламыз, әліпби ретімен көшіреміз. Көрдіңдер ме? Жаңа ұяшыққа орналастырған тұстарымызды дәптерімізге әдемілеп, көркем жазумен жазып аламыз. Үшінші жаттығу деп жазамыз да, жазып аламыз, Ал балалар, енді келесіміз ұяшықтағы сұрақтар дейді, Сабағымызды қорытындыламас бұрын ұяшықтағы сұрақтар. Балалар, не көріп тұрсыңдар? Мына не екенін білесіңдер ме? Қандай? Не бұның аты? QR, QR код деп айтамыз, Осы QR арқылы десеміз сұрақтарды қойсақ болады, телефонымызға сканерлеп, қазір QR кодпен көптеген заттарды істеуге болады, Сондықтан біздерге қазір QR кодпен әдемі, күшті, қызықты ойын көрсетемін, Қане балалар, барлықтарын бер қараймыз. Сынақтар. Міне балалар, бізде мына жерде 4 ұяшық тұр, ноутбукқа қараңдар. 4 ұяшық тұр, 1, 2, 3, 4. Біз 4 топ тұрмыз, Қазір әр топқа бір сұрақтан қойылады. Сол сұраққа не істейміз? Жауап береміз, Бірінші құмырсқа тобы қайсысы ұяшықты таңдайсыңдар? Бірге ақылдасыңдар. Қай ұяшықты таңдайсыңдар? 4-ші ұяшықты таңдайды екен, Қане 4-ші ұяшықты таңдаймыз. Неден шықты? Өрмекші неге өрмек тоқып жүр? Сұраққа жауап береміз. Өрмекші неге өрмек тоқып жүр? Үй жасау үшін тағы не үшін? Жәндіктері қорғап түсіру үшін, Дұрыс па? Жәндіктері қорғап түсіру үшін, өзіне өрмек тоқу үшін, сұраққа тұру үшін, Жарайсыңдар, өте тамаша. Кәне бір-бірлеріміз шапалақтап қояйық, тоқтар. Келесі қарлығаш тобы, Келесі қарлығаш тобы қай ұяшық таңдайды екен? Қай ұяшық таңдайды қарлығаш тобы? Қарлығаш тобы 2-ші ұяшықты таңдады, Екінші ұяшықта не деп тұр екен? Атасы баласынан не сұрады? Атасы баласынан не сұрады? Даяна, бағана мәтінде атасы баласынан не сұрады? Не жатыр дейді? Анау өрмекші не? Анау өрмекші не істеп жүр деп сұрады, Дұрыс па? Анау өрмекші не істеп жүр деп сұрады. Келесі, өрмекші тобы қай ұяшықты таңдайсыңдар? Бірінші, үшінші, қайсыны таңдайсыңдар? Үшінші ұяшықты таңдайды дейді өрмекші тобы. Кеттік. Қарлығаш неге шөп жинап жүр? Қарлығаш, жасасын. Өте тамаша. Кәне, шапалақтаймыз. Бүгін рақымда күш сабаққа қатысты. Келесі, бізге қай топ? Бүркіт тобы қалды, оларға тек қана бірінші ұяшық қалды. Бірінші ұяшықты көрейік. Құмырсқа не істеп жүр дейді? Жемін тауып жүр. Құмырсқа жемін тауып жүрген, Кәне тамаша. Кәне шапалақтаймыз. Әлі жақсы жауап қайтарды, Өте тамаша. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық, Бүгін қорытындыда өрмекшідей өнерлі, құмырсқадай бірлікшіл, еңбекқор, қарлығаштай қайырымды болайық дейді. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, балалар, не дейді? Өрмекші қандай дейді? Өте өнерлі, өрнек тоқтайды. Құмырсқа қандай бірлікшіл, олар барлығы бірлігі, не істейді? Өздеріне астықтарын жинайды.
Келесі еңбекқор қарлығаштай дейді. Қарлығаш қандай еңбекқор, өзінің ұясын салады. Балаларын еңбекке үйретеді, қайырымды болайық дейді. Әрқашан осы сыныбымызбен бірге бірлікте, не дейді? Өнерлі болайық, бірлікті болайық және қандай болайық дейді? Қайырымды болайық дейді, балалар. Әрқашан осындай әдемі еңбекқор болып жүрейік. Берейге, енді қараңдар, бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнын түсініп оқыдық, айтылу мен жазылу бірдей сөздерді есте сақтай отырып, көшіріп не істедік? Жаздық, бар тапсырмаларды бүгін не істедік біз? Орындадық. Ал енді балалар, бізде не болды? Бізде бағдаршам тұр, бағдаршам бүгінгі сабақта қызыл түс жанса, түсінген жоқ, бүгінгі сабақ маған ұнаған жоқ, ештеңе түсінген жоқпын деген сөз. Келесі, сұрағым бар. Мен бүгін өткен тақырыптан бір сұрағым бар. Келесі, барлығы түсінікті. Мен бүгін сабақты түсіндім. Енді қараңдар, қызыл түс түсінген жоқпын, сары түс әлі сұрағым бар, түсінгім келеді, ал жасыл түс мен бүгін барлығын түсіндім. Бүгінгі сабақ маған ұнады деген кері байланыс береміз, Ал балалар, егер түсінген болсаңыздар, қолдарыңызда бізде бір түрлі түсті қағаздар тұр, сол түрлі түсті қағаздарды қайсысына қоясыңдар, соған барып жаттырам. Қане, кім қандай деңгейде түсінгенін қоямыз, қане жаттырамыз. Барлықтарын жүк жаттыңдар. Жаттырып отырыңдар, Болғандарын отырыңдар балалар. Болғандарын отыра беріңдер. Ал балалар, көрдік, екі бала түсінген жоқ екен сабағымызды, үш бала түсінген, қалғандардың барлығы біздің сабағымыз істеген екен, ұнаған екен, балалар. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Қане, қандай белгі қоямыз ұнаса? Бүгін қандай болды сабағымыз? Жақсы. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды.